Atan atыңыз бет көке. О, сүйіштен бері тарқатып берем. Тарқатасыз ба? Тарқатам. Енді сіз жаңа айтып қалдыңыз ғой. Жаманбайдан кім туған деді. Кім туған айтыңызшы ал. Сарман туды. Ноғай туды. Таңат туды. Таңатар. Жаңағы кім туды? Мәмбет. Мәмбет туды. Қира. Құрбан туды. Құрбан туды. Құрбан екіншісі. Осы сізде осыдан жазба бар ма? Құрбан үлкен емес. Үлкен еш уақытта қорламаған қазақ. Кішісі болғасын апарып сырдың бойына апарып тастаған. Жоқ, сырдың бойында емес, шудың бойында. Құрбан Жаманбай қаншаға бөлінеді? Екіге бөлінеді. Білесің ба? Жаманбай жыбырлап кетті. Жоқ, тоқта тұрыңыз. Екі емес. Екіге бөлінеді. Жаманбайшылар мына Қара Құдайберді бар ма? Мақының ұрпағы? Қылбелбау Құрбан болып екіге бөлінесіңдер. Жоқ, бұл Жаманбайдың өз баласы ғой. Қылбелбау кім? Қылбелбау? Құрбан. Құрбаннан жаңа көтенші, киікшің, қақпаншың бірден солар бар. Құрбан. Қылбелбауың жаңа төрт ата. Төртеу. Бірақ себебін айт. Иә. Себебі қылшыр бір байлап жүрген беліне. Қанақыраттар ғой. Көкпардан келе жатқанда біреудің сиыры, біреудің түйесі жайылып жүрсе, алып келеді, соясы. Құрбан айтып қоя береді. Құрбан айтып қоя. Құрбан дегенде қателеспеңіз. Құрбан үлкені. Үлкенді айтып. Жоқ, Құрбан үлкен. Жоқ, былай ғой. Атасы, ағасы. Айтып қоя берген ғой. Мына Қызылдың құмда біздің мекенжайымыз мына шудың бойы. Қызыл мекенжайымыз бәрі Қоңыраттың мекенжайының Қызылдың құмында, айраның бойында. Қазір жаңа жауғаштық құрған ба? Қоңыр көргесін біз мына жаққа көшкенбіз. Негізі мына Жаманбайдың 5 баласы мына шудың бойында тұрғанбыз ғой біз. Иә. Үлкені Құрбан, жаңағы Жаманбаймен кім туысады? Мынау Қоңыр Сопы туысады. Мынау ол кім баласы? Алтата. Қоңыр Сопы негізі Жаманбаймен жатырлас. Жатырлас. Иә. Бір әке бір анадан. Бір әке бір. Онан кейін Аманбай мына Құйысқансыз. Бұл бір туысқан. Бұл бір әйелдің. Берғаныз Құдайбердіден Жаулыбай, Аманбай, Сүйінбай, Сүттібай, Байқошқар, Аққошқар, Алтата тарайды. Алты ағайынды. Алтатаның іші өзі екіге бөлінеді. Мынау Қоңыр Сопы, мынау үш ата Жаманбай, Құйысқансыз бір еншілесті. Мынау Сүйінбай, Сүттібай, Аққошқар, Қара көкірек, Ақболат Қайрақ бұлар бір еншілес. Алты қырғыздан. Аққошқар, Байқошқар мына жақта ол. Біреу Борай, біреу Жиенбет. Сіз менен көп әңгімелесіңіз. Жиенбеттің жеті ата. Жиенбет жеті ата. Тоқалдан үшеу, Бәйбішеден төртеу. Жиенбет жеті ата, бірақ Борайдың Қоңыр Сопыны қайшам? Сегіз ата. Қоңыр Сопы сегіз ата. Оның атасы білесің ба? Қоңыр Сопының атасы Байқошқар ғой. Жоқ, Байқошқар ана екеуінікі. Ол екеуінікі. Бұл кімнен? Жанан. Жоқ, дұрыс қой. Жани Қарашаға кетіп. Жананнан екі бала туады. Қараша Жани. Жоқ. Жананнан екі бала туады. Таңырқы Қожақай. Жоқ, мысалы үшін сізге бір сұрақта. Бұл Құрман, Сырман дегенді қайдан білесіз енді? Құрбан, Сырман? Иә, жаңа Құрман, Сырман, Таңатар, Ноғайлы, Ноқталы дейді ғой, сосын Мәмбет. Бұны сіз қай жерден білесіз, қай тарихта бар? Сіз сияқты кариялардан, сіз сияқты зеректерден, құймағылақтардан естіген. Жаманбайдың Құрман, Сырман деген балаларының жазбасы бар ма сізде? Жазбасы жоқ. Оларды білмеймін. Бірақ сіз жаңаны білеміз. Жауғаштың аты Сырман екен. Мақымнан жаңыз Қара Құдайберді. Иә. Қара Құдайберді деп атыр, көкірегінің бәрін жүз асқан, қалмағын жаңағы түк басқан, сондай қара сұсты адам екен өзі, батыр болған адам. Сол үш әйел алған. Иә. Біреуінен Аманбай, Жаулыбай, Сүйінбай, Сүттібай, Аққошқар, Байқошқар. Аққошқардан Жиенбет, Байқошқардан жаңағы Борай. Иә. Дұрыс па? Анауынан Қырғызалы алты жаңағы. Аққошқардан Ақболат Қайрақ. Ақболат Қайрақ, иә. Байқошқардан 80-ге келсең сен де 3 Иә. Жиенбет Борай. Жиенбет. Ал енді Қоңыр Сопыны Жаманбай менен бір жатырдан ғой. Жиенбетті кім алып келді ана жақтан Наймандардан? Өзі келді ғой. Өзі келген жоқ. Өзі батыр болып. Жаманбайдың інісі болып келді ғой іздеп өзін. Іздеп келген жоқ, қан келді болып алып келді. Қан келді. Жотасы байтақ жендерім, өзін суарал көлдерім, қол аяғым боғда өтті талай күндерім, қайырымы жоқ қандарға түсермеді шекін ай, жолбарыстай шеңгел. Кім айтты оны? Қан келді айтты. Молодец,